Армысыздар, құрметті достар. Орал қаласы Дина Нұрпейісова атындағы балалар саз мектебінің оқытушылар ұжымы мен оқушылары баршаңызды ұлттық домбыра күнімен құттықтайды. Для казахского народа домбра имеет особую историческую ценность. Есть даже поговорка: «Нағыз казак, казак емес, нағыз казак домбыра». Для вас выступает сводный ансамбль домбристов детской музыкальной школы имени Дины Нурпейісовой. Курманғазы Балбырауын. Қазақтың қара домбырасының үні, күйі, өнері ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан ұлтымыздың рухани құндылығы. Қос шектің күмбірімен шанағынан сыр ақтарған домбыра тілі ел өнерін жаһанға танытқан асыл әуен. Қазақ тарихының өнер әлемінде тылсымнан тербеп күй төккен Құрманғазы, Дәулеткерей, Абыл, Есір, Тәттімбет, Махамбет, Дина, Сүгір, Қазанғап, тағы басқа күй қырандарының дәстүрлі жолын ұстанған ұрпақтар, күй өнерінің дарабоздары, күйші, домбырашылар қаншама десенші. Дәулеткерей, көр оғлы орындайтын фольклорлық ансамбль. Домбырашылар ансамблінің орындауында Әбдімомын Желдібаевтың күйі «Ерке сылқым».
Абенов, желдерме, орындайтын домбырашылар ансамблі. Сейтек, Тойбастар орындайтын домбырашылар ансамблі. Домбыра қазақ елінің көнекөз шежіресі. Домбыра қазақтың киесі, рухы, тарихы. Национальный день домбры не просто возвышает домбру до национального достояния, но и обеспечивает преемственность поколений. Домбра является драгоценным инструментом нашего народа, духовным началом и источником высокой нравственности, отражением культуры и многовековой истории. Праздник завещает всем нам хранить и передавать домбру подрастающему поколению. Сүгір, орындайтын фольклорлық ансамбль.
Народная казахская музыка – это философия. Сегодня она, выйдя за рамки прикладного значения, существует не для культовых целей, как прежде, а для высокого искусства. И вполне в состоянии обогатить не только нашу национальную, но и мировую культуру.